Сәлем достар, тағы да қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен жалпы іс-әрекеттер туралы сөйлескім келеді. Сіздің мақсаттарыңыз туралы сөйлескім келеді. Негізі, кез келген адам мақсат қойғанда, мен оны істей алмай қалам, білмеймін. Мен бұл нәрсені бітіре алмай қалам, иә, нәтиже болмай қалады деп қоймаймыз, иә, біз мақсаттарды. Байқасаңыздар, біз жылдың басында, аптаның басында, иә, мысалы, дүйсенбі күні немесе айдың басында біз обычно көп бір мақсаттардың тізімін жасап қоямыз. Біз ол тізімді жасағанда ешқашанда мен ештеңе істемей қаламын, бұл нәрселер орындалмай қалады деп қоймаймыз. Ал енді сұрақ неге ендеше, иә, көпшілік адам қойған сол жаңағы жетістік, кешірім сұраймын, мақсаттарына жетпей жатады, не себепті? Негізі, мен осыдан бұрын убеждениялар туралы айтқан болатынмын, міндетті түрде тыңдап көріңіздер. Бұл негізі соған қатысты. Негізі мына нәрседен бастайық. Мақсат қойған кезде сіз не үшін қойып жатырсыз ол мақсатты? Мақсат деп біз бәрін айта берсек болады, иә, білмеймін. Мен отырып алып қазір, мен білмеймін, шоколад жегім келіп тұр, бұл менің мақсатым, мен шоколад аламын деп қойдым, иә. Бір жерге жазып қойдым, шоколад сатып аламын. Бұл менің мақсатым қазіргі. Енді көрдіңіз ба, мен кез келген нәрсені мақсат ретінде қоя бере аламын да. Ол кез келген нәрсе мүмкін, ол әр адамда әртүрлі, өзінің қалаулары болсын, білмеймін, тағы басқа. Бірақ та сіз мақсат етіп қоятын нәрселер негізінде тек сізге қатысты болу керек. Ал біз негізі көпшілік адам қалай істейді, ол жан-жағынан көреді, иә, білмеймін, біреу ана жақта көлік сатып алып жатыр, иә, біреу үй алып жатыр екен, біреу шетелге шығып келіпті. Иә, жаңағыдай біреу жаңа тіл үйреніп жатыр екен, біреу гитарада ойнай алады екен, біреу домбыра шерте алады екен. Енді мен де соның барлығын істеймін. Хотя жаңағы мақсаттардың барлығы, иә, жаңағы жетістіктердің барлығын ол бір адамнан көрген жоқ. Ол бірнеше адамнан көрді де, осылардың бәрі істей алды, иә, хотя бәрі бір адамнан көріп тұрған жоқ ол нәрселерді. Демек, мен де соның барлығын істеймін деп, өзіне сол нәрселерді, яғни біреудің мақсатын өзінің мақсат етіп алады. Енді не үшін олай істейді десек, ол әртүрлі себептер болуы мүмкін. Білмеймін, ол мүмкін подтверждение іздейді шығар біреуден. Білмеймін, бәлкім шынымен де қызыққан шығар. Иә? Бірақ қызығушылық деген ол менің ойымша аз болуы мүмкін. Жай ғана қызығушылықпен сіз бір нәрсені үйреніп кетпейсіз. Сізге белгілі бір андай, қалай айтсам екен, ол жерде бір нәрсе сізді шабыттандырып тұру керек. Ол жерде сізді бір нәрсе мотивировать етіп тұру керек, иә? Соны түсіну керек та. Ал біз қалай істейміз? Біреудің мақсаттарын аламыз да, о күшті екен, мен де істеймін дейміз да. Білмеймін, ол әртүрлі, ниеті әр адамның әртүрлі ғой. Бірақ айтқым келгені, бұл жерде сіз өз мақсаттарыңыз өзіңіздің ішіңізден шығу керек, сырттан емес. Біреу айтты, білмеймін, мамам айтты, папам айтты, көлік ал деді деп, мен көлік алам деп мақсат қойсам, ол жұмыс істемеуі мүмкін, егер мен ішімде шынымен де көлік алу андай бір ниетім болмаса, шынымен де сол нәрсе үшін жұмыс істегім келмесе, мен ол нәрсені бәрібір орындамаймын. Яғни басында не істейміз? Бірінші мақсаттарымыздың қайдан шығып жатқанын түсініп алуымыз керек. Қазір енді не істейсіз? Қазір алыңыз да, мысалы мақсаттарыңыз жазылған бір блокнот бір жер болса, қағаз болса, білмеймін, бәлкім заметкеға жазатын шығарсыз. Ашыңыз да, бір қарап шығыңыз да, әр қайсысын оқыңыз да ойланыңыз, бұл менің мақсатым ба? Негізі бұл нәрсені түсіну де қиын, себебі адам егер өзін тыңдамайтын болса, ол түсінбеуі мүмкін, ол өзінікі ме, өзінікі емес па. Бірақ негізінде сізге айтайын, ішіңізден ол нәрсе келеді. Ең бірінші келген ойыңыз бұл менікі болса, иә, сіздің мақсатыңыз. Білмеймін, жоқ, мен негізі бұны істегім келмейді десеңіз, істемей ақ қойыңыз, өзіңізді заставлять етпеңіз. Сіз, қалай айтсам, сіздің миыңыз до того анандай бір машина емес, ол бәрін бір істеп кетіп, бүкіл, білмеймін, әлемде мысалы Қазақстанда 20 миллион халық болса, сол 20 миллионның біреуі сіз болсаңыз, қалғанының мақсаттарын бәрін сіз өзіңіз алып істей алмайсыз. Түсінесіз ба? Өмірде әр адамның өзінің жеке істей алатын, істегісі келетін, иә, мысалы, бір определенный дүниелері болады. Сол нәрселерге назар аударыңыз. Мысалы, мен өз басымнан айтайын, мен бір жағдай,
бір мамандық мен үшін қызық болды. Мен сол нәрсені істеп көргім келді. Сол үшін мен көп жұмыс жасадым, бірақ ұзақ уақыт бойы мен одан негізі жаңағыдай жемісін көрмедім. Содан кейін ойлана келе кейін басқа жұмысқа тұрып көрдім, өзіме мүмкіндік бердім. Иә, алдыңғысы менде болмай қалды. Ал екінші жұмыста менде бәрі бірден жақсы болып кетті. Енді бәлкім біраз біртүрлі естілетін шығар, бірақ шынымен де барлығы бірден андай жүріп кетті да. Сонда мен ойландым, бәлкім мен ұзақ уақыт бойы өзімді бір жерде қинап ұстап отырған шығармын. Иә, бәлкім сіз де ойланып көріңіз, мен қазір өзімді қинап істеп жүрген жоқпын ба осы нәрсені? Бұл шынымен маған керек па? Әлде осы нәрсеге қарама қарсы, немесе осы нәрседен бөлек басқа жол бар шығар? Иә, бір ойланып көріңіз, себебі біз жаңа бір нәрсеге жабысып аламыз да, бітті, осы болмаса ештеңе емес деп. Өйтіп қинамаңыз өзіңізді. Олай қинасаңыз, сіз қиналып қаласыз, біріншіден, екіншіден ойыңыздағы жаңа ожиданияңыздағы жетістіктерге жетпейсіз сіз олай. Барынша өзіңізге жеңілдік беріңіз, барынша өзіңізге жұмсақ қараңыз. Иә, себебі өзіңізді жаңағыдай сіз жақсы танисыз негізінде. Бірақ көп жағдайда жаңағы сыртқы влияниямен сіз не істейсіз, сіз аласыз да, солардың артынан ересіз, солардың артынан жүресіз. Бұлар да болды, менде де болу керек. Бұл мақсат емес. Ойланып көріңіз, шынымен де сіздің мақсаттарыңыз қандай? Бәлкім сіз білмеймін, мүлдем творческий адам шығарсыз, хотя сіз білмеймін, гуманитар адам шығарсыз, білмеймін, ол әртүрлі болуы мүмкін да. Әрине бұл жерде бір типқа байлап қоймаймын. Кез келген адамның қолына негізі кез келген нәрсе келеді, при условии, что ол адам ол нәрсені қалайды. Ол адам ол нәрсені қаламаса, оны қанша қинасаң да ол нәрсені істемейді. Сіздің ішіңізде мотивация болу керек ол нәрсені істеуге. Мен мотивация деп ана нәрсені айтып жатқан жоқпын, жаңағы бір күндік мотивация деген нәрселер емес. Шынымен де сіздің андай идеологияңызда болу керек ол нәрсе істегім келеді деген. Иә, яғни тек сол нәрсе болса ғана сіз оны істейсіз. Сол себепті айтқым келгені, өзіңізді қинамаңыз, өзіңіздің қалайтын нәрселеріңізге біраз андай кеңістік беріңіз. Сол нәрсені істеп көруге, жасап көруге, бір нәрсеге жабысып, бітті, болмаса ештеңе деп айтпаңыз өзіңізге. Өзімізді қинамаймыз, достар. Сол кішкене оймен бөлісейін дегенмін, себебі өмірімде ондай адамдарды кездестіремін, өзімнің де басымнан өткен жаңағыдай бір мақсат қойып аламыз да, бітті, бұл болмаса мен ешкім емеспін деп жаңағыдай өзімізді қинап жатамыз. Хотя мақсатсыз да өмір сүруге болады, бірақ әрине ол адамның жаңағыдай қалауына, адамның таңдауына байланысты. Мақсат ол негізі мақсатсыз деп айтуға болмайды, кез келген адамда негізі мақсат бар. Жай ғана біз оны мақсат деп танымаймыз да кей кездерде. Осы туралы ойланып көріңіз, және де міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер, сіздердің бастарыңызда бұл нәрсе өткен бе, себебі маған өте қызық. Және де міндетті түрде лайк басып, подписаться батырмасын басып кетіңіздер. Сол, сау болыңыздар, барлықтарыңызды жақсы көремін.